Ассалаумағалейкум достар, менің есім Ақбар Жырмағанбетов, мен кәсіби спортшымын. Бүгін сіздерге кәсіпқой профит жаттығу тренажері жайлы айта кетемін. Бұны дұрыс қолдану үшін тренажердің жан-жағында тұрамыз. Сосын ең бірінші мына қысқышты экстремалды тоқтау дейді. Киімге орнатып қоямыз да бастаймыз. Бірінші стартты басамыз. Қимылдау кетті. Тренажерға тұрамыз. Енді керек жылдамдықпен көтеру бұрышын орнатамыз. Ең басында бастаған кезде жүруден бастаған дұрыс. Мысалы, мен жылдамдықты 4-5-ке апарам. Және де көтерілу бұрышын кем дегенде 1-10-ға қоям. Енді жаттығу тренажерін ұстамай жоғары қарай көтерілеміз. Одан басқа пульсті көру үшін қолды осы пульсометрға қойып қойға болады. Сосын экранда пульстің деңгейі көрсетіледі. Ең басында 15 минуттен бастаймыз. 15 минут жоғары қарай жүреміз. Және де 15 минуттан кейін жай-жайлап жылдамдықты төменге түсіреміз. Кем дегенде бір 3-5, 4-ке дейін түсіріп тастаймыз да, жай асықпай тағы да 15 минут жүреміз. Бұндай жаттығу арықтауға өте жақсы көмектеседі. Профит тренажері кәсіпқой тренажер болып саналады. Бұның жылдамдығы 18 км сағатына, және де көтерілу бұрышы 20%-ға дейін апарылады. Лентаның ені 50 см, және де ұзындығы 141 см. Бұл жаттығу тренажерында 4 бірдей аттың күші бар. Тренажердің өз салмағы 80 келі, ал көтеретін салмағы 130 келіге дейін барады. Әсіресе үлкен салмағы бар адамдарға арналған. Тренажер аса көп орын алмайды. Бір қолмен көтеріп тастап қойып қойға болады. Және де түсірген кезде өте жеңіл. Бір аяқпен бүйтіп бас саласыз. Сосын жаймен тренажер өзі түсе бастайды. Төмен жақта транспорттық дөңгелектері бар. Қозғалған кезде өте жеңіл. Осылай ала салып, басқа бөлмеге апаруға болады. Біздің Ерспорт дүкенімізде 8-ден астам жүгіру тренажер бекітілген. Мысалы, ең арзанынан бастап, ең қымбатына дейін. Мысалы, сіз өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз, өзіңіздің жаттығу залыңыз болса, осындай кәсіпқой тренажер сатып алуға болады. Немесе үй жағдайына арналған кішігірім компактты жаттығу тренажерін сатып алуға болады. Әр жүгіру тренажерға біз 2 жыл гарантия береміз, және бүкіл Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Видеоның астында мен тікелей сілтемені қалдырам. Сайтқа кіріп, толық ақпаратты оқи аласыздар.